Ата қашық болғанмен Тоғжанға барып орама салған жоқ. Еңілік қашық болғанмен Кебекті іздеп барған жоқ. Қозы қашық болғанмен Баяның бағы жанған жоқ. Қожаның сұлу қызын алдыңыз ғой. Менің апамды көке сізде басқа арман жоқ. Көке мен апам Алла қаласа қажы әке, қажы ана болсын дегендер бір адам шапалақ ұрмай қалған жоқ қой. Жоқ, музыка қоймашы. Қажылыққа барсын дегенде шапалақ ұрсын шабай. Қойдыңызшы. Шапалақты алдық. Енді шынайы негізі сол тілекті қабыл ететін Алла ғой. Қажы әке, қажы ана болсын деп көке. Мен сізден бата сұрайшы. Осы кісілерге бата беріңізші. Көп ұзамай қажылыққа барсын деп. Аумин. Amin. Allah Teala niyetlerini kabul etsin. Buna Teala önümüzün ekranı oraya açıp Allah kalırsa karşılıklı vaat verdiler. Umre karşılıklı biz, nağız karşılıklı vaat verdiler. Allah Teala niyetlerini kabul etsin. Allahu Ekber. Негізі Әбжаппар көке, қажылыққа барғыңыз келе ма? Қасиетті Меккеге. Апа барғыңыз келе ма? Я Раббым, мен барайшы. Деңізші. Ya Rabbim men barayışı. Айтыңызшы. Ya Rabbim men barayışı. Әлемдердің Раббысы, мейірімшек Алла, өте күшті құдірет. Алла сол тілектеріңіз қабыл етті. Қажылыққа екеуіңізге жолдырма. Қошемет! Қажылыққа! Нәзип апам қайда? Келіңіз апам. Тойымыз анда өнер қырандары болып кетті, өнер көпті, күліп отырып жүріп тұрмыз. Мейірімшек Алла сізге және апама бұйыртқан екен көке. Бұл жақсылықтың, қуаныштың көз жасы ағайындар. Ол жерге Алланың қалаған пендесі барады. Құдай баршаңызға сол жүрісі болсын. Осы баруына себепкер болып отқан менің ардақты апам, сізге Алла разы болсын. Және мен апам шағырайын, және көке мен апамның ұлғысары баршаңыз келсеңіздер, келіңіздерші. Жақын тұрсаңыздар, мен апамның ақ батасын алып келіп отыр. Апатай, тойыңыз құтты болсын. Құдайлар, Құда қаласа умраға бару нәсіп етсін. Құда қаласа Аллады аман есен. Құда қаласа мен де барам бұл кісілермен. Келінім, сіңлім 5 адам барамыз бірге. Құда қаласа осы бәріміздің жолымыз болып, аман есен барып елге оралайық. Ассалаумағалейкум. Туғаныңыз құтты болсын. Өсірген бұл қыздарыңыздың немелерін рахатын көре беріңіздер. Умраға Құда қаласа аман есен барып қайтыңыздар. Көктемде бір келгенде қой борда қалар дегенде, осын жинап умраға барамын дейді ғой. Сосын ішіне ойладым мен, Құда қаласа жүйреш болсын деп. Бүгін тура келіп тұр екен. Құда қаласа аман есен барып қайтыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Құда қаласа маған 70-ке толған өткенде. Нәсіпке барады. Қастарына қуасып төртеуі бірге барып келеді. Енді менің ағаларыма микрофонды ұстаймын. Сіздердің Алланың берген балапандарыңыз, байлықтарыңыз, бақыттарыңыз
ата анасына деген разылығын айтып, ата анасына деген рахметін айтып, ата анасына деген тамаша тілегін айтса, Ағатай, өзіңіз бастасаңыз. Ассалаумағалейкум, ағайын туыс бауырлар, құрметті қонақтар. Асқар Тау әкеміз, Мөлдір Бұлақ анамыз ардақты. Бүгін міне 60 жылдық мерейтойын жасап жатырмыз. Құтты болсын. Сіздерге бар жақсылық жасаймыз. Және күйеу баламыз Ақылға, қарындасым Әзипаға, Гүлбарам Құдағиға, басқа да күйеу балдарыма да мың алғыс. Жаратқан иеміз отбасыларына береке, ырыс, ынтымақ, бірлік, бадырлық берсін. Не ниет етсеңдер, ниеттеріңе жете беріңіздер. Бүгінгі айтылған жақсы тілектер сіздерге де жұғысты болсын. Мен де бір өлең жазатын қасиетім бар еді. Әкеме, анама арнап бір өлеңді оқып берсем. Бұл ағайын, тыңдаңыздар, айтам кеңес. Бұл өмірде өкініш бар, қайта келмес. Ата-анасыз барлық бала туылмаған, кей балалар мұны сірә байқар емес. Әке, бұл тіреуің ғой өмірдегі, әрдайым жанашырың көңілдегі, құрметті көрсетейік тірісінде, не пайда таусылған соң өмірдемі. Ана, бұл елжіреген жүрек түбі, сен үшін құрт ірімшек піскен күбі. Әрдайым ананы бұл қадірлейік, не пайда үзілген соң өмір жібі. Ол рас, әкем де бар, анам тірі. Бақытты балалардың мен ғой бірі, байлық қой баға жетпес бұл әлемде, қасында өткен оның әрбір күні. Осылайша, ата-анам бар, мен бақытты. Ата-анам болса егер сен бақытты, дәм тұзы таусылса егер, бәрі де кеш қайталап, бұралмайсың бұл уақытты. Рахмет.